Магазин для убийц екінші сезон. Басты рөлде Ли Дон Нук. Егер естеріңізде болса, дәл осы дорама шыққан еді. 8 бөлімнен тұрады, өте бір қызыққа толы болған еді. Ол жерде Ли Дон Нуктың кейіпкері өліп қалған сияқты болады ғой. Қарындасы өте қатты қайғырады, одан кейін көптеген адамдармен күресуіне тура келеді қарындасына. Содан ең соңғы серияның 8 серияның соңғысына қарай Ли Дон Нуктың кейіпкері тірі болып шығады ғой. Солай дорама аяқталған еді. Неге енді екінші сезон шықпақ, қарындасының ағасы бірге көптеген адамдармен, қылмыскерлермен дейік па, жауыздармен бірге күресетін сияқты ресми түрде хабарланды. Түсірілім жұмыстары енді басталмақ. Келесі жылы көреміз деген үлкен үмітім бар. Барлық актерлер қалды екінші сезонда, сондықтан да қызық болатын секілді. Дорама қазақша дыбыстамада Сақ студияда бар барлық бөлімі. Қазақша атауы Қанішерлерге арналған дүкен.